Қайырлы күн достар. Бүгін бізде тікелей эфиріміздің қонағы Шымкент қаласының жауапкершілігі шектеулі серіктестік, сонымен қоса жастар үйінің төрағасы, сонымен қоса Нұр Отан партиясының атқарушы партия ұйымының төрағасы Оңғар Нұрдәулет ағамызбен бірге қонақта. Аға, қалайсыз? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір, рахмет. Бізге уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Енді алдымен сұрақты бастамас бұрын өзіңіздің жұмысыңыз туралы кішігірім айтып өтсеңіз, себебі достарымыз түсінбей қалуы мүмкін. Жұмысыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Біздің кәсіпорын негізінде осы өзіміздің оқу орталығы бар да. Сол оқу орталығына жіберу мақсатында жұмыс жасаймыз. Және де әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсету мақсатында жұмыс атқарып жатырық. Және де мысалы осы кәсіпорын ұйымдастырған түрлі жиналыстар бар. Соларға осы коронавирустың кесірінен қазір онлайн жиналыстар өтілуде. Кәсіпорындармен іс-шаралар өткіземіз дедіңіз ғой, сол қандай тақырыпта өткізесіздер іс-шараларыңыз? Шаралар бізде әртүрлі, мысалы осы 2019-да жастар жылы болды ғой. Соған байланысты біз осы Нұр Отан партиясының жиналыстарына жастарды апару мақсатында. Қазір жастар депутаттығы деген бар ғой. Соларға үміткер ретінде жіберу мақсатында. Және де мысалы Нұр Отан партиясы ұйымдастырған кез келген жиналыстарға қатыстырамыз ғой. Рахмет. Жаңадан қосылғандарға қайырлы күн. Сұраққа назар аударсақ, жастардың жұмыспен қамтылу деңгейі қандай дәрежеде дейді? Жастардың біздің компания ондаймен айналыспайды ғой, жұмыспен қамту жағынан. Түсінікті, рахмет. Жастар мәслихаты депутаттығына ұсынылып отырған жастарымыз өздерінің міндеттерін толық біле ма дейді? Иә, толық біледі. Қазіргі таңда Шымкентте жастар мәслихатында Жұлдыз Балтабаева емес пе? Иә, жастар орталығында. Сол кісіден хабарласып, сол кісімен сөйлесе аласыздар ғой бұл жағынан. Сол кісілермен қандай іс-шаралар атқардыңыздар осы уақытқа дейін? Мысалы осы пневмония кезінде, коронавирус кезінде өзіміз әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік таратып, сол жағынан. Және де қалай? Қанша отбасыға минимал көмек көрсете алдыңыздар? Өзіміздің тараптан 20 отбасы ғой. Карантин кезіндегі жұмыстарыңыз қандай болып жатыр? Алдыңғы жұмыспен қараған кезде қиыншылықтар бар ма? Қиыншылықтар бар, негізі. Онлайн түрде шаралар өткізіп жатсыздар ма? Иә, онлайн түрде. Ал былайша ешқандай қиыншылық жоқ, бәрі бірдей. Енді сіздің де уақытыңызды алмайық. Уақытыңызды бөлген үшін рахмет. Бізде осындай ғана сұрақтар бар. Егер де тағы да алдағы уақытта сізбен байланыса жатамыз. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар.